Астана төрінде өтіп жатқан 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны барысында шетелдіктер қазақ әйелінің болмысы мен батырлығына тәнті болды. Жалпы қазақтан шыққан іскер, ержүрек, сұлу әйелдеріміз аз емес. Әрбір қазақ қызының бойында қайсарлық пен жанарында жалын бар. Олар жайлы тарих тереңіне үңілетін болсақ, атақты Қабанбай батырдың жары Гаухар өте ақылды, тапқыр жан болған көрінеді. Соғыста әртүрлі тәсіл ойлап таба білген. Мәселен, түйенің өркешіне найза байлап, соғыс алаңына алып келгенде жау жағы қазақтарға қосымша әскер келді деп қаша жөнелген екен. Осындай тәсілдерді соғыс үстінде таба білуімен ерекшеленген Гаухар мәңгі ел есінде. Назым Қаракерей Қабанбай мен Гаухардың қызы. Қаһарман қыз сан рет жау әскерін талқандап, әкесімен бірге қазақ жоңғар соғысына қатысып, елін қорғаған. Ал Ақбикеш жауды алыстан көретін қырағылығымен танылған қыз. Соғыста жау жасағын бақылап, оның бағытын хабарлап отырған. Тіпті жау бағытын анықтау үшін Қаратау өңіріне биік мұнара салдыртқан. Талай ұрыста қапы қалып, әбден өшіккен жау Ақбикешті қолға түсіріп, қырағы көздерін ойып тастаған көрінеді. Қаратаудағы Ақбикеш мұнарасы осы батырдың құрметіне аталған. Ботагөз батыр Есет Баһадүрдің қызы. 1742 жылы Орынборға кеткенде елін қалмақтар шауып, жылқыны айдап алып кетеді. Сол тұста 150 сарбазды бастап барған Ботагөз жау әскерін тас-талқан етіп, тірі қалғанын тұтқынға алып жеңіспен оралған. Бақты батыр әкесі жау жүрек болған текті жердің қызы. Алаш арыстарының бірі Мұстафа Шоқайдың әжесі. Бақты әкесімен бірге Түркістанды жаулаушы орыс отаршылдарына қарсы барлаушылық қызмет атқарған. Міне, қазақтың осындай жау жүрек қыздары мен аналары мемлекетімізді құруда айрықша үлес қоса білді.